Ертеде пілдердің мүлдем тұмсықтары болмаған екен. Тек кішкене ғана кебістей мұрындары болған. Сол заманда бір кішкентай әуесқой пілдің баласы өмір сүріпті. Күн неге шарқырайды? Ал жаңбыр неге жауады деп, бәріне түрлі сұрақтар қойып мазалайтын. Бір күні әуесқой пілдің баласы керік ағасынан: "Қолтырауын түскі асқа не жейді?" деп сұрапты. Керік ағасы жауап берудің орнына кішкентай пілді қап-қатты тұяғымен бір қойды. Бұл кезде Коло-Коло атты ақылды құс былай деді: "Қолтырауын жасыл өзенді мекен етеді. Сол жерге бар. Мүмкін қолтырауынды кездестіріп, түскі асқа не жейтінін білерсің" деді. Пілдің баласы өзенге келіп, екі түсті үлкен жыланды көрді. Пілдің баласы қолтырауынды бұрын ешқашан көрмепті. Сондықтан екі түсті жыланды қолтырауын деп қалды. "Құрметті қолтырауын" деп жыланға ықылас білдірді. "Мен қолтырауын емеспін" деді жылан. "Егер саған қолтырауын керек болса, анау қалқып жүрген бөренемен тілдес. Сол бөрене қолтырауын болады." Пілдің баласы қолтырауынға жақындап келіп: "Құрметті қолтырауын, бүгін түскі асқа не жейтініңізді маған айтасыз ба?" деп өтінді. Қолтырауын оған: "Жақынырақ келші, балақай. Мен сенің құлағыңа сыбырлап айтам" деді. Пілдің баласы оған жақындаған кезде қолтырауын: "Бүгін түскі асқа кішкентай пілдің баласын жеймін" деді де, пілдің баласының мұрнын тісімен бас салды да, оны өзенге сүйрей жөнелді. "Жіберіңіз мені, мұрнымды ауыртып жібердіңіз" деп пілдің баласы өзіне қарай тарта бастады. Одан мұрны резинаға ұқсап созыла кетті. Екі түсті жылан кішкентай пілдің қандай қауіпті жағдайға душар болғанын көріп, оған көмектеспек болды. Жылан пілдің баласын өзіне қарай, ал қолтырауын өзіне қарай тарта бастады. Бұл кезде пілдің баласының кебістей кішкентай мұрны одан аса созылып кетті. Жылан мен пілдің баласы қосылып тартқандықтан, қолтырауын кішкентай пілдің мұрнын жіберуге тура келді. Пілдің баласы қауіптен құтылып, жыланға алғысын білдірді. Енді мұрнымен әуре болды. Оны сулы жапырақпен орап қойып, кішірейіп, қалпына келетінін күте бастады. Жылан күліп: "Қызық, кейбіреулер өз пайдасын көрмейді екен" деді. Біраз уақыттан соң пілдің баласы ағаш басындағы жемісті жұлып алғысы келді. Сонда ол өзінің ұзын тұмсығымен ең биік бұтақтағы піскен жемісті жеңіл алды. Жылан осы пайда туралы айтқан екен ғой деп ойлады пілдің баласы. Күн ысып кетті. Пілдің баласы суға кіріп, тұмсығымен суды сорып алып, өзіне шашыратып ойнап, серкіп, рахаттанды. Міне
Екінші пайда осы болды ғой. Ұзын тұмсықтың болғаны жаман емес екен, деді өз-өзіне. Пілдің баласы үйіне қайтып оралғанда, керік ағасы басқа аңдармен қосыла, оның ұзын тұмсығына күле бастады. Сол кезде пілдің баласы оларға енді күлмейтіндей соққы берді. Міне, бұл үшінші пайдасы екен ғой, деп ойлады. Содан бері пілдің баласы бақытты өмір сүріп, ұзын тұмсығы талай пайдасын тигізді. Қолтырауынға мыңда бір рахмет. Ол болмағанда, пілдің баласы ұзын тұмсықтың қандай жақсы екенін білмес те, жаман айтпай, жақсы жоқ деген осы ғой.